Мен Хусайдинова Надия Злавдуновна, Алматы облысы Уйғыр ауданының білім бөлімінің Долайты орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі. 2013 жылы Қазақстан Республикасы педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары аясында екінші негізгі деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталдым. Екінші деңгей бағдарламасы мұғалімдерді оқыту мен оқудың табыстылығы туралы заманауи түсініктерге бай білімді игеруге мүмкіндік берді. Бұл бағдарлама бойынша мұғалім ұйымдастырушы әрі бағыт-бағдар беруші. Өз мектебіме жаңарған жұмыс істеудің бағыт-бағдарларын үйреніп келдім. Алдыма жаңа мақсаттар мен міндеттерді қойдым. Ең алдымен менің алға қойған мақсаттарыма жету үшін маған мектеп әкімшілігі мен мектеп ұстаздарының қолдау қажет болды. Сондықтан мектеп директорымен және мектеп әкімшілігімен кәсіби сұхбат орнатып жұмысымды бастадым. Алғашқы коучинг сессияларымда білім мен біліктілікті дамытуда, ортақ жұмысты жоспарлауда, мәселені бірлесе отырып талқылау, талдау, ортақ шешімге келу үшін мектепте қоғамдастық құру маңызды екенін ұжымға түсіндірдім. Оқу мен оқытудағы әдістер мен тәсілдерді жаңашылдандыру және мұғалімдердің де заман талабына сай өзгеруі қажеттігі туралы түсінік беріп, Кембридж бағдарламасының негізгі идеясы мен мазмұнын түсіндіру мақсатында жылына 3-4 коучинг сессиялар өтіледі. Бұл тренингтерде мұғалімдердің бірліктегі қарым-қатынасы нығаятынын іс-әрекет үстінде байқап, мектептің кәсіби қоғамдастығын құрғанда жұмыстың нәтижесін көруге болатынын өздері әрекет барысында дәлелдеді. Коучинг барысында қоғамдастықтар үшін қатысушы мұғалімдердің пікірі болып бағаланатын іс-шаралар пайдалы болатынына көздері жетті. Свод, кері байланыс парағын толтыру арқылы мұғалімдердің өзіндік көзқарастары қалыптасып, кәсіби қоғамдастықтың тиімділігін білді. Қоғамдастық белгілі бір топтың, ұжымның өзара ынтымақтаста жұмыс жасау үшін ортақ мүдде туындағанда құрылады деген пікірді айта отырып, желілік қоғамдастықтың қызметі туралы ой біттім. Коучинг барысында мұғалімдерге қоғамдастық не үшін қажет деген сұраққа мұғалімдер ақпарат тарату үшін, ынтымақтастық жасап, өзара қолдау көрсету үшін, білімді қалыптастыру үшін, ұжымдық пікірді біліп отыру үшін қажет деген тұжырымға келді. Мектептің немесе мектептердің желілік қоғамдастықтарын дамыту арқылы мектепте болып жатқан өзгерістерді қалай қолдауға болады? Мектептің даму жоспарында кәсіби қоғамдастық құру дамыту шарасы деп жоспарланған. Не үшін жоспарланған? Күтілетін нәтижелер қандай болмақ? Іс тәжірибемен алмасу, өзге мектептердің ұқсас мәселесімен бөлісе отырып, кәсіби жетілу үшін. Бірлескен жұмыс, топтық жұмыс барысында ынтымақтастық, өзара іс-әрекет ету дамиды. Тең қарым-қатынас қалыптасады. Жоспарды іске асыруда бірізділік сақтауға тырыстым. Ендігі кезекте, алдағы уақытта жұмысымның болашақта одан әрі жақсы жетістікке барынша жетуіне ықпал етуім керек деген мақсатта жұмыс атқаруым керектігін түсіндім. Ол үшін екінші деңгей бағдарламасын оқып бітіргендіктен мектепшілік қоғамдастық құрдым. Бүгінгі күннің қоғамның тіршілігінде қоғамдастықтың маңызы күннен күнге күшеюде. Қазіргі заманғы ұйымдар кәсіби қоғамдастықтың білім және инновациялар алмасу үдерісінде маңызды екенін атап көрсетуде. Білім беру саласы ұйымдастырушылық оқшаулау дамуға кедергі келтіретінін растап отыр. Сондықтан оқушылар арасындағы ынтымақтастық, білім алушылар қоғамдастығына бірігуі уақыт өткен сайын маңыз алуда. Олай болса, мына жаһандану заманында мұғалімдердің кәсіби дамып, оқыту мен оқуда жаңа әдіс тәсілдерді дамытып, өзара пікір алмасып тұруына қоғамдастық құру аса маңызды екенін түсіну қажет деп санадым. Қоғамдастық мұғалімдердің тәжірибе алмасуына және өзінің бастамаларын ары қарай таратуына кеңінен қолдау көрсетеді. Сонымен қатар,
әрбір мұғалім шеше алмайтын проблемаларды ортақтаса отырып талқылап жетілдіруге мүмкіндік бар. Себебі қауымдастық сәттілігі директордың толық қолдау көрсетіп, ілтипатты болуын талап етеді. Біз құрған кәсіби қоғамдастық атауы болуы керек қой. Атауының өзі, оның мүшелері болашақ ұрпақты сеніммен алға жетелейтінін сездіру керек деп ойладым. Қауымдастыққа кіретін мұғалімдерді өз еркімен тартуды ойластырдым. Себебі, егер қауымдастық мүшелері шын ниетімен қатысса, күтілетін нәтиже ойдағыдай шығады. Сәтті серіктестік адамдардың бірлестігі ретінде қарастырылуы тиіс. Осы қауымдастықты құру кезінде мен өзімнің әріптестеріммен кез келген мәселені ақылдасып отырып шештім. Нұсқаулықта көрсетілгендей, қоғамдастықтың басты қағидаты ынтымақтастық. Қауым болып, ортамызға идея тастап, ары қарай бірге дамытатын қауымдастықта мен деген емес, біз деген ұғым ғана сиымды екенін түйсіндім. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас дейді атам қазақ. Кез келген бастаманы бірлесе отырып, жасағанда ғана алға жылжитынын баршамыз жақсы түсіндік. Ендігі кезекте қауымдастықтың мақсатын анықтау, қажеттілігі туындайтыны анық. Оны да мектеп мүдделеріне бағыттайдық. Қоғамдастықтың жұмысына қамтылатын мақсаттар. Қоғамдастықтың мақсаты білімнің құндылықтарын жоғары бағалайтын жаңашыл педагогтардың кәсіби білімдерін дамыту, өзара тәжірибе алмасып, дамуына жағдай жасау, барша жұмыстарды бірлесіп шешу. Жұмыс жасау қағидаттары: сенімділік, жауапкершілік, өзара қолдау, шынайы қарым-қатынас. Қоғамдастық құрамына мектеп әкімшілігі, деңгейлік бағдарлама бойынша оқуын бітірген мұғалімдер, бастауыш сынып және пән мұғалімдері кіреді. Қауымдастықтың берік болуы және білім беру саласындағы айтылу жетістіктерге жетуі, өзара сыйластықпен пікірлес адамдардың бірлесіп жұмыс істеуі оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де, жалпы мектеп үшін зор пайдасын бермек. Жұмыс жасау қағидаттары талданып, нақтыланып, алдағы уақытта әріптестерімнің негізгі ұстанымы болу керек екендігін анықтап алдық. Келесі кезекте әр топ мүшесі өзінің функционалды қызметін білу керек. Сонымен қатар, бұл жұмыстар бөлінген кезде тек атқаратын қызметі ғана анықталғанын, ал жұмысты жұмыла жасайтынымызды нақтылап айтамын. Ең басты жұмысымыз жоспар құрған кезде мектептің дамуына ықпал ететін керекті тақырыптарды назар алып құрадық. Келешекте бірлесіп, ақылдасып жасалған бұл жоспарымды іске асырамын, ары қарай жалғастырудамыз. Желілік қоғамдастықтың жоспары: бірінші, қоғамдастықтың аты қабілет. Екінші, қатысатын мұғалімдер саны барлық санаттағы 40 мұғалім. Үшінші, қоғамдастықтың мақсаты: білімнің құндылықтарын жоғары бағалайтын жаңашыл педагогтардың кәсіби мамандығын шыңдау. Тәжірибе мен ақпарат алмасу, алға қойған мақсаттарды бірлесіп шешу. Төртінші, жұмыс істеу принципі: сенімділік, жауапкершілік, өзара қолдау. Нәтижесінде қабілет қоғамдастығы құрылып, құрамына қызығушылық танытқан мұғалімдер бірден мүше болды. Қабілет қоғамдастығы зерттеуші, үйлестіруші, дамытушы топтарына бөлінді. Зерттеуші топтың мақсаты қоғамдастықтағы жоспарды дамыту бағытында орындалатын жұмыстарды бағыттайды және бақылайды. Қоғамдастық желіні жақсартуға жауапты болады. Желілік қорлардың бөлінуін және пайдалануын бақылайды әрі мүдделі адамдарды тартады. Үйлестіруші топтың мақсаты қоғамдастық желінің әртүрлі бөлімі арасындағы және желі ішіндегі бірлесіп өткізілетін іс-шараларға қатысты шешім қабылдайды. Бұл топтың міндеті желілік қоғамдастық жоспарына сәйкес коучингтер және тәлімгерлік жұмыстарды ұйымдастыру. Құрамына бірінші және екінші деңгейді мұғалімдер енеді. Дамытушы топтың мақсаты қоғамдастықтағы оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіру әдістеріне назар аударады. Дамытушы топтың міндеті оқу бағдарламаларын әзірлеп, оқытудың жаңа стратегияларын қабылдауына қолдау көрсету арқылы қоғамдастықты дамытуға өз үлестерін қосады. Бұл топтың міндеті мұғалімдердің 7 модульді сабақтарына қолданып, жұмыс жасауына ықпал етеді.
Құрамына 3-ші деңгей мұғалімдері, психолог, әлеуметтік педагог, мектептің жалпы қоғамдастыққа мүше болғысы келген мұғалімдер енді. Кәсіби қоғамдастықтың құрамындағы мұғалімдердің арасында бірлесіп жұмыс істесек, балаларға барынша терең білім береміз деген сенім қалыптасты. Көшбасшы ретінде мұғалімдер құзырлы болып, құзыретті оқушылар дайындауы үшін коучинг үдерісі мен тәлімгерлік үдерісін ендіріп, мұғалімдер көшбасшылығын дамытуға күш саламын. Басқа мектептермен ынтымақтастық орнатып, тәжірибе алмасу, мектептер арасында көпіршелер тұрғызу, сол арқылы мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін арттыру үшін көрші мектептермен, аудан мектептерінің қоғамдастықтарымен байланыс орнаттық. Форум, конференцияларға қатысып, педагогикалық шеберлік орталығы тағы басқа порталға, білім сайттарына материалдар жіберіп жариялаймын. Өз іс тәжірибемді тарату бойынша әдістемелік құралдар шығарып, баспасөздеріне жариялаймын. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің «Мұғалім адамгершіліктің биігі, ұстаз ұлы есім» деген қанатты сөздері әрқашан ұстаз қауымының еңбектеріне берілген үздік баға болып қала береді. Бізге ең қымбатты болашақтың баянды негізін қалайтын жас ұрпақты сеніп тапсырып отырғандықтан, сол сенім биігінен көріне алатынымызға сенімдімін. Білім беруді жаңарту, үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі, бұл білім беруде кезең-кезеңімен өтетін және алынған нәтижелерге бағытталған өзгерістер. Қоғамдағы жүріп жатқан өзгерістер, ғылыми-техникалық прогресс және жалпы білім беретін мектеп құрылымының өзгеруі жас ұрпақты тәрбиелеуді, дамытып, қалыптастыруды талап етеді. Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта құру қажет екендігін паш етті. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласында 21 ғасырда нені оқыту керек және мұғалімдер оқушыларды 21 ғасырға қалай дайындайды деген сұрақ ең басты маңызды болып отыр. Заманауи қоғамның тіршілігінде желінің маңызы күннен күнге артып отыр. Қазіргі заманғы ұйымдар желілердің білім мен инновациялар алмасу үдерісінде маңызды екендігін атап көрсетуде. Білім беру желілері біздің санамызда өзгеріс енгізуді үйрету үдерісін бейнелейтін стратегия деп саналады. Білім беру желілері арқылы мектептер арасында ынтымақтастық орнату, ұлттық және халықаралық деңгейде қолдау тауып отырғаны белгілі. Табысты желіні дамыту жігерлі әрі табанды жұмысты талап етеді. Бастапқы кезеңде желіде жұмыс істеу қызықты көрінгенмен, желі жұмысты жүргізу оңайға соқпады. Өз қоғамдастығымның жоспарын құруда бізге және әріптестерімізге қатысушылардың кім екенін және олардың өзара қалай байланысқанын анықтау мақсатында ұйымдастырушылық құрылым қоғамдастыққа шолу жасауға мүмкіндік береді. Бұл қоғамдастық туралы біздің басқа мүшелерге өз көзқарасымызды жеткізу үшін пайдалануға болатын, жалпы алғанда біздің қол жеткізген нәтижелерімізді және алдағы уақытта қандай бағытта даму керектігін көрсететін құрал. Қоғамдастықтың ұйымдастырушылық құрылымы бізге мыналарды анықтауға көмектесті. Қоғамдастықтағы ақпарат ағынын, қызметтің аясы мен көлемін, басты рөлдер, үдерістер мен мақсаттарын уақыт өте келе өсуді. Жоспар құруда біз алдымен қоғамдастығымыздың ұйымдастырушылық құрылымын сызбасын жасадық. Өз қоғамдастығымыздың құрылымының жоспарын жасап, ондағы негізгі топтар мен байланыстарды белгіледік. Дәстүрлі ұйымдық кесте сызып, шығармашылық жұмыстандық. Жан-жақты ойланып, ұжымдық талқылау арқылы өз қоғамдастығымыздың мәнін ашатын тақырып ойлап таптық. Қоғамдастығымыздың ұйымдастырушылық құрылымын жасап алған соң, келесі қадам жасауға ұйғардық. Кім, не, қашан және неге деген сұрақта бізге өз қоғамдастығымыздың ерекшеліктерін ашуға көмектесті. Өз сызбамызды әріптестеріңізбен бірлесе отырып талқыладық және қарастыруға болатын негізгі деген бір немесе бір-екі сұрақ таптық. Қоғам дамуының әр саласында болып жатқан өзгерістерге орай білім саласы да жаңғыру үстінде.